Мам. Болды, мен шаршадым. Біз Бекамен ажырасатын болдық. Енді мен басы босайын. Әрине сен басы босайсың. Өйткені сенің басында не жоқ. Әй, өзің ойлаш, ес тұрса адам қайта-қайта қайтып келе бере ма? Той, мам, қалай түсінбейсіз? Бека екінші әйел алам дейді. Әрине екінші әйел алам дейді. Біріншіден сен тамақ істемейсің. Екіншіден сен ыдыс жумайсың. Не үй жинамайсың, не бала таппайсың. Енді оны жасап жатырмыз ғой. Ыдыс жуып жүрміз ғой дегенім ғой. Той, мам, мен Беканы ешкіммен бөліскім келмейді. Әй, кет әрі. Ол саған не, сағызба бөлісетін? Енді мам, ол маған кейін аз көңіл бөліп кетеді ғой. Әй, сенің әкеңде жүр ғой. 2 күн вақтыда, 2 күн үйде. Сен де ойла, Бека 2 күн вақтыда жүр деп. Ой, мама. Ту, қызым-ай. Енді сен кішкене бір ақылдырақ болсайш, Бека алам десе ала берсін. Сен айт, әйелді өзін таңдап берем де. Сөйтсе ана страшный подружкаларың бар ғой, соны шақырда сонымен таныстыр. Өзі ақ қашып кетеді. Мама мен подружкаларым бәрі әдемі ғой. Бар ғой, ана кім Балнұршы? Ол тұрмысқа шығып кеткен. Серьезно? Иә. Шустрый қыз екен, Мам, сіз ойлап қараңызшы. Егер әкем үйге тоқал әкеп тұрса, сіз не істейсіз? Ой-бой, ондай бақыт қайда? Тоқалды ат души жұмсап, 2 аяғымды аспанға асып жатар едім. Бека мені ғана жақсы көрем деп айтты ғой. Шынымен де жақсы көрсе, не үшін тоқал алады онда? Енді қара, манты жеген жақсы, Бірақ күнде-күнде жесең шығып кетесің ғой. Арасында енді анда-санда болса да пенмен жегісі келіп тұрады. Ай, о жағынан сен әкең молодец қой. Тамақ талғамайды. Ой, мам, болды. Сіз не айтсаңыз да, мен енді ол үйге бармайым. Сен айтшы, Бека өзі екінші қатын қашан алам дейді? Ну, енді жағдай жасап алып, примерно 5 жылдан кейін алам деді ғой. Ұял басына айтып тұрған сөзін қараш, бар кет көзіме көрінбе. Жоғал. Кетші бар, жоғал. 5 жылдан кейін бірақ кел.